Саламатсыздар ма? Интернет желісін қолданушылар. Бүгінгі құқықтық түсіндірменің тақырыбы түнгі сот пилоттық жобасы аясында. Түнгі сот пилоттық жобасы негізінен Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының бастамасымен жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының сот жүйесінде түнгі сот жобасы, пилоттық жобасы негізінен шетелдік, яғни ақш және Сингапур елдерінен тәжірибе ретінде алынған. Қазіргі таңға пилоттық жоба ретінде Қазақстан Республикасының сот жүйесіне енгізілді. Бұл түнгі соттың негізгі тиімді жақтары, яғни қазіргі таңға адамдар мен азаматтарға уақыттарын үнемдеу болып табылады, негізгі тиімді жақтары. Түнгі соттың түсіндірме берген кезде алгоритмі, яғни тәртібі бар, қалай жүзеге асырылатыны. Мысал ретінде келтіретін болсақ, жол көлік оқиғасы болды делік. Жол көлік оқиғасынан екі жүргізуші, яғни жол жүріс ережесіне сәйкес тоқтап, жол полиция қызметкерлерін шақырады. Жол полиция қызметкерлері келгеннен кейін жол көлік оқиғасын сызбасын сызады. Тиісті деңгейде қайсы бір жүргізушіге хаттама жасақтайды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 610 бабының 1 бөлігінің негізінде. Сонымен қоса, жол полиция қызметкері өз кезегінде қазіргі таңға сот жүйесінде түнгі сот пилоттық жобасы жүзеге асыруын түсіндіреді. Негізінен дау тумаған жағдайда екі жүргізуші пилоттық жоба түнгі сот жобасы аясында істері қаралатындығы түсіндіріледі. Соның негізінде екі жақ келісім беретін болса, талон, яғни талоны қолдарына беріледі. 3 тәуліктің ішінде сотта істері қаралатындығы туралы хабарламасымен. Сонымен жол полиция қызметкері іс құжаттарын рәсімдеп өзінің басшыларына тексеру мақсатында ұсынады. Тексеріп болғаннан кейін іс құжаттары әкімшілік полиция басқармасына, жергілікті басқармасына жолданады. Өз кезегінде әкімшілік полиция басқармасы іс құжаттарын рәсімдеп сот кабинеті арқылы маманданылған әкімшілік соттың кеңсесіне жолданады. Маманданылған әкімшілік сот кеңсесі өз кезегінде сол күнгі сол істі қарайтын кезекші судьяға автоматты түрде төрелік бағдарламасы арқылы бөліп береді. Судья іс құжаттарын алғаннан кейін өз кезегінде сот отырысына дайындығын жүргізеді. Іс құжаттарын зерделеп танысады. Нәтижесінде іс сот отырысында қаралып, тиісті деңгейде заң шеңберінде сот актісі шығарылады. Ескерте кететін жағдай, сот қарау барысында екі тараптан белгілі бір деңгейде дау туатын болса, ол жалпы тәртіпте, яғни кейінге қалдырылып қаралатын болады. Назарларыңызға рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.